Сәлем достар, бүгін сіздермен интернеттен онлайн түрде ЖД билеттен аламыз. ЖД билет алу үшін Google Chrome экранымызда ЖД билеті дегенді жазамыз. Сосын поиск строканы басқан кезде мына жерде билет Railways KZ деген шығады. ЖД билеті без комиссии в Казахстане деген. Соны басамыз. Сосын жоғарыда тұрған Қазақстан темір жолы деген бар. Соның үстінен басамыз. Сосын сразу сіздер билет сатып алатын порталға кіресіздер. Сосын бұл жерге қай жерден барасыздар, соны жазасыздар. Мысалы Үштөбе. Сосын қайда барасыздар, соны жазасыздар. Шымкент. Жазған кезде өзі қаланың басын жазсаңыз шығады, соны басасыздар. Сосын қай күні барасыз, соны жазасыз. Егер обратно қалатын болсаңыз, обратно жазасыз. Егер алмайтын болсаңыз, онда бос қалдырасыз орнын. И найти деген басамыз. Сосын мына жерде сол бағытта жүретін пойыздардың сандары шығады. Бірақ пойыз жүреді екен. Выбрать пойыз деп басамыз. Плацкарт купе деп көрініп тұрады бағасымен. Сосын мына жерде плацкарт пен купелер бөлек-бөлек тұрады. Қай вагондан аласыз, соны басасыз. 4-ші вагон мысалы үшін. Мына жерде маған 31-ші орынды алу керек. Қызылдардың бәрі уже алып қойған, бос емес. Тек көктердің ғана билеті сатылмаған. Яғни осыны алсаңыздар болады. Көкті басасыз да, сосын продолжить деген басасыз. Сосын бұл жерде пойыз жайында информация шығады. Қай орын, қай месте, қай вагон. Сосын ары қарай мына жақтан өзіңіздің данныйларыңызды енгізесіз. Кімге сатып аласыз, соның данныйын енгізесіз. Мына жерге документ дегені документ удостоверениенің номерін енгізесіз. Иінде емес, номерін. Мен өзімнің немді данныйларымды жасырып қоямын, арнайы. Сосын фамилия деген жерге фамилия, имя, отчество барлығын толтырасыздар. Аты жөнін. Удостоверение қалай жазылған, бұл жерде солай жазылу керек. Олар өткені солмен удостоверение осы билет тексерген кезде екеуін салыстырады. Сосын телефон нөмірі болады, астына сол телефон нөмірі жазасыздар. Сосын оның астында электронный почта сұрайды. Электронный поштаны обязательно өзіңіздің телефоныңызға қосылып тұрған электронный поштаны жазыңыздар. Егер оны жазбайтын болсаңыздар, ол қосылмай тұрған болса, сізге осы электронный поштаға келеді билет, сіз ала алмай қаласыз оны. Өйткені сізде доступ жоқ болған. Соның үшін доступ бар, сіздің телефоныңызға қосылып тұрған электронный поштаны жазыңыз обязательно. Тексеріп аласыз электронный поштаны, точно дұрыс па, дұрыс емес пе екен, подтверждение жасаймыз. Сосын купить деген басамыз. Сосын жерде данныйлар шығады, Үштөбе, Шымкент, қай күні жіберілетіні, қай күні жететініңіз, пойыздың нөмері, қай вагон, қай орындар и бағасының нөмірі саны тұрады. Қанша сумма төлеп алуға болатын. Сосын мына жерде екі оплата емес, негізі Каспиймен де және басқа банктың карточкаларымен төлеуге болады. Менде қазір Каспий Голд бар, сондықтан Каспий Голдпен төлеймін. Бірақ қазір мына оплата деген бассаңыздар, оплатада басқа банктардың карточкаларымен толтырып, сол данныйларын қас шығады, мен бастым. Мына осы жерде мына карточканың нөмірлерін жазып толтыруға болады. Визамен және басқа карточканың түрлерімен толтыруға болады. Бұлар сіздерде карточкаларыңызға интернеттен сатып алу үшін доступ болса болғаны. Сосын бұл жерде жаңа электронный поштаны обязательно жазасыздар, телефон нөміріңізбен. Сосын купить дегенді басасыздар. Сонымен сатып алуға болады басқа карточкамен. Ал менде қазір Каспий Голд, сондықтан сол Каспий Голдты аламын. Каспийді басамын, Каспий KZ дегенді. Каспий приложенияға өзі алақтырады сразу. Каспийға кіреміз, кодты тереміз. Мына жерде автомат түрде сіздің заказыңыз шығып тұрады, информациясы. Заказың нөмері, және пойыздың нөмері, қай күні, жүру уақыты, және қай бағытта, Үштөбе, Шымкент. Оплата жасаймыз. Комиссиясыз бұл жерде, комиссия төлемейді. Өзінің бағасын аласыздар. Сосын оплатить деген басамыз. Болды, мен төледім уже. Енді жаңағыдай электронный поштаға кіреміз.
электрондук поштанын обновление жасайбыз. 1-2 минуттун ичинде сизге сообщение болуп келүү керек бул жерде. Сосын достар, осы видеонун астында подписаться батырмасын басып, каналга тиркелип кетиңиздер. Мен қазір интернет дұрыс істемей жатыр ғой дейм. Сосын спамға да келуі мүмкін. Поштаңыздың спам деген батырмасын басып тексеріп көріңіздер. Егер ол жақтан, главный жақтан келмесе, спамды тексеріп көру керек. Так, мен тексердім. Так, менде жоқ, келген жоқ. Онда тағы біраз күте тұрамыз. Сосын телефондарыңыздың памяті толып қалса да сіздерге сообщение келмейді. Сондықтан телефондарыңыздың памяті толмаған болу керек. Не маған келді, енді келді. Портал пассажиры КТЖ деген сайттан келеді. Темір жол. Не ашылып жатыр. Мына ашылды, енді показать еще дегенді басасыздар ең астындағы. Сосын сатып алған билетіңіз PDF форматта тұрады. Скачать етіп аласыздар оны телефонға. Сосын ашып тексерсеңіздер болады телефонмен. Яғни электронный билеттің түрі осылай көрінеді. Бұны телефоннан көрсетуге де болады проводниктерге, не болмаса распечаткадан шығаруға да болады. Мен өзім распечаткадан шығарып алам, өйткені түсінбеушілік болмас үшін. Осы, сау болыңыздар, каналға тіркеліңіздер, ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар, үйренсін оларда онлайн алуда билетті.